Біздегі білім беру жүйесінің дұрыс еместігі жайлы қазір көп пікірлер айтылып жүр. Оның себебі неде? Біз балаларымызды мектепке жібергенде білім алсын, нақты өмірге бейімделсін деп жібереміз. Өмір болса, көз ілестірмей өзгеріп отырады. Ал оқыту жүйесі жүздеген жылдар бойы өзгеріссіз күйі қалуда. Шындығында ғалымдар қазіргі білім беру жүйесінің негізі индустрия жаңа дами бастаған кезде қалыптасқан деп тұжырымдайды. Оның негізгі мақсаты зауыттарға көптеген қарапайым жұмысшылардың дайындау болатын. Сол кездегі жаппай жұмысшы қауым дайындау және оларды үнемі қадағалап отыру үрдісі біздің мектептерде әлі де сақталып келеді. Индустрияның даму кезіндегі құндылықтар. Біз балаларды топпен оқытамыз және оларды қоңырау үніне бейімдейміз. Оқушылар күні бойы мынандай нұсқауларды орындағаннан басқа түк бітірмейді. Отырыңдар, кітаптарыңды алыңдар, 40-шы бетті ашыңдар, 3-ші тапсырманы орындаңдар, сөйлеуді доғарыңдар. Мектепте сіз барлық талаптарды орындағаныңыз үшін мақталасыз. Индустриялық кезеңнің осы құндылықтары қарапайым жұмысшы үшін өте қолайлы. Олардың табыстары нұсқаларды дұрыс орындап, айтқанды іске асыруға байланысты. Ал қазіргі заманда нұсқаумен ғана жүрсең алысқа бара аласың ба? Қазіргі заман шығармашылықты талап етеді. Өз идеясымен, тәжірибесімен бөлісіп, басқалармен әріптестікте болғанды бағалайды. Бірақ біздің балаларымыз индустриялық кезеңнің құндылықтарына негізделген жүйемен білім алып, бүгінгі қажетті дағдыларды меңгере алмай келеді. Еркіндіктің болмауы және бақылаудың қатаңдығы. Балаларымыз үшін мектепте еркіндік жоқ, ал бақылау асып артылады. Жүйе баланың әр қадамын қатаң бақылайды. Қазіргі заманда сіз маңызды шаруаңызды атқарған кезде өз уақытыңызды өзіңіз бақылауыңыз керек. Нені, қашан, қалай жасау керек екендігін сіз өзіңіз шешесіз. Ал мектептегі өмір мүлдем басқаша. Бұл жүйе балаларымызды қауіпті әдетке үйретеді. Олар өз әрекеттеріне жауап бермейді. Жауапты болудың орнына жай ғана тобырға ілесумен болады. Сарапшылар балалар үшін еркіндіктің өте маңызды екендігін атап өтуде. Сондықтан балаларымызға мектептің ұнамайтынына таңғалудың еш қажеті жоқ. Егер сіздің әр минутыңызды біреу бақылап отырса, өзіңізді қалай сезінетініңізді елестете алар ма едіңіз? Білім беру шынайы емес. Бүгінгі күні мектепте беретін білімнің көпшілігі қажетсіз білім деуге болады. Өйткені ол тек есте сақтауға ғана бейімдейді. Бала есіне сақтауға тиіс білімді жүйе өзі іріктейді. Сосын әр ай сайын 90 сайын емтихан алу арқылы сол баланың есіне не сақталғанын тексереді. Мұндай білім берудің дұрыс еместігін бәріміз де білеміз. Себебі бала емтиханда айтқандардың көпшілігін ертеңінде ақ ұмытып қалады. Білім беру жай ғана берілгендерді жаттауға қарағанда әлде қайда тереңірек, тиімді және пайдалы болуы тиіс. Алайда біз басқаша бағалаймыз. Біз үшін тек тесттің нәтижесі ғана маңызды. Бұл жүйе ата-ана, оқушы, мұғалім үшін жағымсыз әдеттерді қалыптастырады. Мұғалім жалдап, балаларды бірнеше сағаттық қосымша сағатпен шаршатамыз. Ол түнімен кітап оқып, көптеген пайдасыз деректерді жаттайды, бірақ соның бәрін көп ұзамай ұмытады. Қызығушылық пен әуестікке орын жоқ. Біздің мектептерде ерекше стандартталған жүйе қалыптасқан. Онда әрбір бала барлық адамдармен бірдей белгілі бір нәрсені ғана біліп шығатындай оқытылады. Бұл адамзаттың негізгі болмысын құрметтемейді. Әрбір адамның бірегейлі, әр адамның өзінің ерекшелігі, қызығушылығы бар екендігі ескерілмейді. Әркім әр нәрсеге әуес, әркімнің өз арманы бар. Ал өмірге разы болудың кілті өз бейімділігін табу. Ал бүгінгі күні балаларымыздың өз бейімділігін тауып, дамуына мектеп қалай көмектесе алады? Қазіргі қалыптасқан білім жүйесінде бала өміріндегі маңызды заттарға орын жоқ. Менің қандай артықшылығым бар? Өз өмірде не істегім келеді? Өз орнымды қалай табамын? Жүйенің бұл мәселелерде шаруасы жоқ. Мектепте өте нашар оқыған, дарынды адамдар өмірде жеткілікті. Олар нашар оқыса да бақтарына қарай мақсаттарына жете алады. Бірақ ол әркімнің қолынан келе бермейді. Бүгінгі жүйеде қаншама дарындар тұншығып жатқанын, қаншама әлеует елеусіз қалып жатқанын біз біле алмаймыз. Білім қабылдаудағы айырмашылық. Біздің әрқайсымыз білімді әртүрлі қабылдаймыз. Өзіміз үшін қандай да бір жаңалықты білу үшін әртүрлі уақыт жұмсаймыз. Түрлі мүмкіншіліктерді, оның пайдасын әркім әртүрлі қолданады. Бірақ жүйе оны айырып жатпайды. Осыдан кейін егер сіз бірдеңені баяу қабылдай бастасаңыз, онда сіз нашар оқушы қатарындасыз. Негізінде тақырыпты меңгеру үшін сізге тек шамалы көбірек уақыт қажет болатын. Лекциялар. Қазіргі жүйеде балалар күніне кемінде 5 сағат лекция тыңдайды. Ал сол лекцияларға тірелетін тағы бірнеше проблема бар. Хан академиясындағы Сулхан лекцияны адамды қинайтын тәжірибе деп есептейді.
Бірнеше сағат ішінде 30 шақты бала бір-біріне үнемі ілесе алмайды. Оның үстіне бір сыныптағы әр баланың түсінігі әр деңгейінде болады. Оқытушы қанша тырысқанымен біреуі бәрін бірден ұғып алатындықтан зергіп отырады, ал екіншісі өте баяу ойланатындықтан ештеңе ұқпай отырып қалып қояды. Интернет пен ақпарат алмасудың дамыған заманында балаларымыз сол дәрістердің бәрін саусақтарын қимылдатып ақ тауып алады. Технологиялардың арқасында балаларымыз қалаған нәрселерін өздері үйрене алады, ал жүйе болса бақылаудан айырылып қалудан қорқып, оларды пайдаланбайды. Индустрия дамып келе жатқан кездегі қалыптасқан оқу жүйесі ескірген және тиімсіз. Егер балаларымызды заманға сай дайындағымыз келсе, олар өмірде нәтижелі әрі жан-жақты болсын десек, біздегі білім беру жүйесін түбегейлі өзгерту керектігіне еш күмәніміз болмауы тиіс.